Мемлекеттік тілді дамыту институты Алматы қаласының әкімдігінің тапсырысымен 2025 жылдың 18 шілдесінде оқушылардың инновациялық шығармашылық орталығында тіл шебері атты қалалық байқауын өткізді. Байқауға Алматы қаласының 7 ауданынан 12 қатысушы қатысты. Олар 4 кезең бойынша жарысқа түсті. Әділқазылар алқасының құрамында тіл білімі саласында тәжірибесі мол мамандар болды. Байқау 4 кезеңде өтті. Бірінші кезең ұлттаным, қазақ тарихы мен ұлы тұлғалар жөніндегі сұрақтарға қазақ тілінде жауап берді. Екінші кезең мәдениеттаным, қазақ халқының салт-дәстүрі, ділі мен тілі жөніндегі сұрақтарға орыс тілінде жауап берді. Үшінші кезең елтаным, Қазақстан және оның аймақтары жөніндегі сұрақтарға ағылшын тілінде жауап берді. Өнертаным кезеңінде қатысушылар домбыра тартып, ән айтып, көркем сөз оқып, өз таңдаулары бойынша өнер көрсетті. Байқау қорытындысы бойынша бас жүлдені Әуезов ауданынан қатысқан Байтұрсынов атындағы нөмір 139 мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Ләззат Дауыткулова жеңіп алды. Бірінші орынды тағы да сол Әуезов ауданынан қатысқан нөмір 121 жалпы білім беретін мектебінің ағылшын пәнінің мұғалімі Гүлзариям Имамзарова иеленді. Екінші орын Әуезов ауданынан қатысқан нөмір 5 мектеп гимназиясының география пәнінің мұғалімі Жәнібек Иебекке бұйырды. Үшінші орынды Медеу ауданынан қатысқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Нұрсезім Ниязбекова иеленді. Байқауда ерекше көзге түскен сөз зергері номинациясы бойынша Гүлдана Мамбетоваға, өнер алды номинациясы бойынша Әйгерім Мегзамға бағалы сыйлықтар мен алғыс хат табысталды.